Барлық әлем прикольчиктен сәлем. Достар, көріп тұрғандай қазір бос емеспін. Қасымда қызда тұр. Ұят болады. Чотам қыздар, бірдеңе тартайын ба? Деп ойлайтын шығар карьерасын басайын деп жатқан гитаристер. Жоқ, браттар, олай емес. Барлық әлем прикольчиктен сәлем. Достар, бүгінгі тақырып гитаристер деп аталады. Егер сендер гитара тартып білсеңдер, это не значит, что любой қыз сендерге сынады. Сізді тыңдап жатқан адамдардан екі реакция болады. Либо олар сіздердің тартып жатқан қолдарыңызға таңғалады, либо сендердің әп-әдемі дауыстарыңа таңғалады. Ну, қалай дос? Бұндай керемет дауысты өмірімде бірінші рет естіп отырмын. Сашу, сен аурасың ба? Пошел нафиг. Жақындама, звондама, ёпта керек маған. Гитарист ёбаный. Окей, жақсы, келесі тип. Бұл жігіттер армиядан келіп, кәдімгідей беріліп кеткен әскери өлеңдерге. Әскери өлеңдерге басқа бірден тартсай, депрессия ұшырап кеттік қой депті. Досым, сен түсінбейсің. Әскери өлеңдер душаға тиетін өлеңдер. Қара война деген өлең бір сатар. Гитаристердің тағы осындай түрлері бар. Фингер, струилді. Олар енді гитараны шертіп татады. Олар қалай өмір сүріп жатқанын білмеймін. Дұрыс түсінбей қалмаңыз, мен сендерді жамандап жатқан жоқ, просто сендерге таңғалып отырмын. Қалай осындай заттарға нервный клеткаларға жетеді? Внимание! Мен деген фингерстайлды үйренейін деген, чуть-чуть қалғанда гитараны сындыратын едім. Бір-екі секундтың өзі хак сияқты агрессивный будыңдар бұл. Келесі. 2 в 1. Емес. Ондай типінде гитараны базар жоқ, достойын тартады бар ғой. Бірақ олар өлеңді айтып білмейді. Ну, енді қалай айтып білмейді? Айтып біледі. Просто гитарамен келістіріп айта алмайды. Махаббат бағындағы. Стопы, менде дауысым бар, гитара тартып білеміз, значит мен гитарамен бірге дауысымен айта аламын ғой. Махаббат бағындағы сайраған радың қасыма. Қалай? Көтен шаш? Кім көтен шаш? Сен ғой? Кім мен бе? Жоқ, шашың ғой. Ничего, роднойлар, бұған кішкене үйрену керек. Мен де сондай болдым кезінде. Қазір қартайып қалдым. Қайран жастық шақ. Қайран жастық шақ деп өзі қартаймаған. Қуатта осы болды. Достар, айтайын дегенім, любой болыңдар. Музыкамен айналысыңдар. Затпен айналысқың келеді, солмен айналысыңдар. Өз любимый істеріңді тастамаңдар. Ешқашан. Егер сендер менің видеоларым көргіңіз келсе, көншеш маған ал дейсіңдер. Ал сендермен болған прикольчик. Пока-пока, чау. Ох, ё-моё, аяғым ауыр. Надоелім шығып кет.